сіздер білдіңіздер ме, ғарышкерлердің киімі скафандрдың салмағы 80-85 кг, кейбіреулері тіпті 100 кг-дай болады. Оның үстіне адамның салмағы қосылады, сонда 160 немесе одан көп килограмм салмақ. Енді айда қозғалып жүрген видеолары қалай болды десеңіздер, негізі айға барған өтірік емес, шындық. Және айда тартылыс күші әлсіз, оны түсіну үшін тыңдаңыз. Сіздің қазір салмағыңыз болса, ол басқа планеталарда басқаша болуы мүмкін. Яғни бұл кеңістік пен уақыттың иілуі. Яғни кеңістіктің иілуі дейін түсінікті болу үшін. Мына жағынан кеңістік иіліп тұр, мына жағда кеңістік. Бізде кеңістік, К деп қойын, бұл жақта бізде кеңістік. Масса неғұрлым жоғары болған сайын, соғұрлым қатты кеңістік пен уақытты иеді. Бұның бәрі енді қалай? Түсініп көрейік. Тартылыс күші дейтін бар. Тартылыс күші кеңістік пен уақыттың иілуі айттым. Енді қараңыздар, еркін түсу үдеуі G деген бар, 9,8 метр секунд квадрат. Физикада осы көп келеді. G түсінбегендеріңіз болса түсіндірейін қарапайым түрде. Қараңыздар, мынау кеңістік пен уақыт иіледі ғой. Сол кезде мынау былай айтып құлайды, иә? Исаак Ньютон жалпы тартылыс күшін қалай ашты дейді? Ол алма құлағанын көрген. Демек, еркін түсу үдеуі болса G бізде соны көрсетеді. Жердегі 9,8 метр секунд квадрат. Басқа планеталарда жерден көп болады, басқа планеталарда жерден аз болады тартылыс күші, еркін түсу үдеуі. Енді демек Марста 3,171 метр секунд квадрат аз ғой, сәйкесінше 2,6 есе аз болады да, адам онда салмағы да аз болады. Ал мысалы мынау жердікі, қайталап айтам, ал айдікі 1,6 екен шамамен, 1,62 метр секунд квадрат. Ал демек айда 6 есе аз тартылыс күші. Өлшейміз ғой. Физикада қарастырған кезде Ньютонмен қарастырамыз. Күштің өлшем бірлігі ретінде Ньютонды пайдаланамыз. mg формуласы жаттап алыңыздар. Физикада көп келетін формулалардың бірі F дегеніміз күш, Ньютон оның өлшем бірлігі, формуласы m көбейтілген g. Масса көбейтілген еркін түсу үдеуі. Сонымен әрбір планетаның өзінің белгілі бір тартылыс күші болады. Сонда адам өзін әртүрлі сезінеді. Ол туралы да келесі видеоларда шығарарым. Сіздер парақшаға тіркеліп қолдап кетіңіздер. Instagram парақшаға тіркеліп 10 мыңға жеткізіп тастайық. Парақша Сұлтан Зинуров.